Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Жаумбаева Арухан Таңатқызы. Менің қасымдағы менің қызым Нұршуақ балабақшасында ересек тобында тәрбиеленуші. Аты-жөні Назым. Енді біз қызым екеуміз бүгін тәжірибе жасаймыз. Ол үшін бізге не керек? Су. Содан кейін бұл не? Бірме? Бұршақ. Және мақта және бос ыдыс керек бізге. Мына мақтаны ыдысқа саламыз, иә? Кел. Келесі кезекте біз не істейміз? Мына мақтаның үстіне бірмен бұршақты қоямыз. Біздің үрме бұршағымыз дайын. Енді не болады бұған? Не шығады бұдан? Тамыр шығады. Біз енді бірнеше күн оны бақылайтын боламыз, иә? Бұл үрме бұршақтан тамыр шығады. Тамыр шыққаннан кейін біз оны не істейміз? Топыраққа саламыз. Назым, бүгін біз не істейміз енді? Біздің құтымыз дайын болды, иә? Бұл бізде үрме бұршақ, иә? Тұқымын, жаңағы тамырын шығарып алдық, иә? Енді оны не істейміз? Топыраққа саламыз. Ол үшін бізге не керек? Қара топырақ қажет. Және бізге мынандай одноразовый бокалдар қажет болады, иә? Стакандар. Топырағымыз дайын болды. Енді не істейміз біз, Назым? Нені саламыз? Үрме бұршақ, иә? Үрме бұршақты топырақтарға саламыз. Салып шыға ғой. Суды көп қылмаймыз, тек азғантаймыз. Біз бұршақты топыраққа салдық, иә? Енді оны біз күтеміз өскенін, иә? Бұйырса бізде бұршақтар не істейді? Өседі. Үрме бұршақ өсті.